Сәлем достар, бүгін мен сіздерге үй жағдайында балаларға арнап тез жасалатын таңғы жасап көрсететін боламын. Ол үшін картоп, шұжық, ағаш таяқшалар, соус, сырный немесе кетчуп керек болады. Ең алдымен шұжықтарымыздың қабығын осылай тазартып аламыз. Кез келген шұжықты қолдансаңыздар болады. Мен сиыр етінен жасалған шұжықты қолдандым. Шұжығымызды қабығын тазартып болған соң осылай теңдей етіп 3 бөлікке бөлеміз. Егер сіздің шұжықтарыңыздың көлемі кішірек болса, 2 бөлікке бөлсеңіздер де болады. Шұжығымызды турап дайындап болған соң, қабығы тазартылған картопымызды турауға кірісеміз. Картопты жіңішке етіп, ортасынан бөлмей, өз қалпында осылай видеодағыдай турап шығамыз. Картоп жұқа болу керек, сонда қуырған кезде тез пісетін болады. Шұжық пен картопымызды турап болған соң, видеодағыдай туралған картоптың ортасына шұжығымызды қойып, ағаш таяқшаларға кигізетін боламыз. Дәл осындай ретпен картопқа шұжықты салып, бір таяқшаға 2 немесе 3 шұжықтан орналастырамыз. Картопқа сәл ғана тұз сеуіп алдым, өз қалауыңызға қарай бұрыш қоссаңыздар да болады. Таяқшаларға барлығын орналастырып болған соң, қызып тұрған майға кезек-кезекпен салып қуырып алатын боламыз. Екі бетін аударып, жақсылап қызарғанша қуырып аламыз. Картопымыз қызарып піскен соң, оны майдан шығарамыз. Балаларға арналған өте таптырмас таңғы ас. Балаларға міндетті түрде ұнайды. Үлкендерге де ұнайтыны сөзсіз. Міндетті түрде үй жағдайында жасап көріңіздер. Дайындалуына менде бар жоғы 10 минут уақыт қана кетті. Егер видео ұнаса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Барлықтарыңызға ас болсын.